Сүлеймен бірінші, немесе Сүлеймен Кануни, Осман мемлекетінің 10-шы билеушісі. Түрік һәм орта ғасыр тарихындағы ең атақты билеушілердің бірі. Осман империясының 600 жылдық тарихында ең ұзақ басқарған ұлы сұлтан. 1520 жылдан бастап 1566 жылға дейін 46 жыл билік құрды. Сұлтан Сүлеймен әскери жорықтарымен, әкімшілік реформаларымен және мәдени жетістіктерімен аты шықты. Сүлеймен өз билігі кезінде Осман империясының әскери қуаты мен территориясының кеңеюі жағынан шарықтау шегіне жеткізді. Ол Белградты, Родосты және Венгрияны жаулап алды. Оның әскері Венаға дейін жетті. Империяны таяу шығысқа, солтүстік Африкаға және Балқанға дейін кеңейтті. Сүлеймен әскери жорықтармен қатар өнер мен мәдениеттің үлкен қамқоршысы болды. Бүгінгі бейнеде Сүлеймен бірінші жайлы қызықты деректерді дыбыстаймыз. 1494 жылы Қарашада болашақ түрік сұлтаны Сәлім біріншінің отбасында Сүлеймен есімді сәби дүниеге келеді. Сүлейменнің анасы Айша Хафса сұлтан. Сәлім сұлтанның канизактарының бірі, шығу тегі белгісіз. Кейбір деректерде Айша Хафса сұлтан Қырым ханының қызы деп те айтылады. Болашақ сұлтан Ыстамбұл сарай мектебінде елдің үздік оқымыстыларының алдынан өтіп, озық білім мен тәрбие алып шықты. Жас кезінде діни рухани ілімдермен шұғылданып, көп кітап оқыды. Алдымен атасы Баязид екіншіден, онан соң әкесі Сәлімнен әскери өнердің қыр-сырын меңгерді. Одан бөлек империяның әртүрлі аймақтарында санжақ бей қызметін атқарды. Оның үлкен ағалары сұлтанға қастандық жасады деген айыппен 1514 жылы өлтірілді. Түркияда Сәлім біріншінің өз тағын жоғалтудан қатты қорыққаны жайлы аңыз бар. Сәлім билікке деген құмарлықтың жетегінде тірі қалған жалғыз мұрагерін өлтіру үшін Манисаға сыйлық жібереді. Сүлеймен 1512 жылдан бастап Манисада санжақ бей қызметін атқарған болатын. Сәлімнің жіберген сыйлығы бағалы матадан тігілген, асыл тастармен, таңғажайып өрнектермен сәнделген қызыл шапан еді. Бірақ анасы Хафса сұлтан бір жаманшылықты сезіп, сыйлықты тексеруді бұйырды. Сөйтсе, шапанға у жағылған екен. Алайда Сүлеймен әкесіне бұл туралы айтпады. Әкесінің қатыгездігін жақсы білгендіктен көтеріліс жасау ойынан бас тартты. Бірақ бұл әңгіменің рас өтірігі белгісіз. Сүлеймен сол заманның үздік ғалымдарынан тәлім алған өте білімді адам болды. Сонымен қатар басқару ісінде де үлкен тәжірибесі бар еді. Жауынгерлік өнер мен әскери істі 12 жасынан бастап Янышарлар корпусында Халил ағаның басшылығымен меңгерді. Парсы, шағатай, татар және араб тілдерін жетік білді. Әдебиет пен поэзияға қызығып, Мұхибби лақабымен өлеңдер жазды. 1520 жылы әкесі Сәлім сұлтан кенеттен қайтыс болады. Бұл кезде Сүлеймен шахзаданың жасы 26-да болды, және ол империядағы билікті қолына алуға дайындалды. Осман империясының тағына Сүлеймен 26 жасында отырды. Билігінің алғашқы жылдары христиандар, яһудилер мен мұсылмандар қатар дәріптейтін атақты патша пайғамбар Сүлейменге еліктеуге тырысты. Жас сұлтан елді жемқор шенеуніктерден тазартып, Сәлім сұлтанның түрмесіндегі Мысырдан әкелінген 100 ақсүйек тұтқындарға бостандық берді. Осы әрекеті өзге елдермен сауда дипломатия қатынасын қайта жаңғыртуға мүмкіндік берді. Еуропалық державалар енді османлылармен бейбітшілік орнайды деп қатты қуанды. Өкінішке орай, сұлтанның мейірімді, әділетті бастамаларына қарамастан, Сүлеймен сұлтан әкесі секілді жаңа жерлерді жаулап алуды армандады. 1521 жылы ол Мажарстанға елшілік жібереді. Елшілер құлағы мұрны кесілген болып Ыстамбұлға оралады. Ызаланған Сүлеймен Мажарстанға соғыс ашып жорыққа аттанады. Сол жылы Белградты алып, Мажарстан мен Аустрияны жаулауға жол ашады. Бірақ Батыс Еуропаға жорығын тоқтатып, әскерді Родос аралындағы ионит рыцарларына қарсы бағыттайды. Қамалды 6 ай бойы қоршауда ұстап, еш нәтижеге жетпейді. Қамалға шабуыл барысында 100 мыңдық Осман әскерінің жартысы опат болды. Соған қарамастан үлкен қиындықпен Қамалды басып алады. 1529 жылға қарай Осман мемлекеті Қызыл теңіз бен Алжирді бақылауда ұстады. Босния, Герцеговина және Словенияны жаулап алды. Бірнеше жылдан кейін сұлтанның қарамағына Ирак, Тунис және Молдова кірді. Ресейге келетін болсақ, Сүлеймен орыс жеріне шабуыл жасамады.
орыс патшалығын қаржы мен күш жұмсауға лайықсыз қарсылас деп санады. Сүлеймен Сұлтан билігінің соңына дейін 13 үлкен әскери жорыққа қатысты. 10 жорық Еуропаға бағытталды. Бұған дейін де, бұдан кейін де Осман империясы ешқашан осыншалықты күшті һәм құдіретті болған емес. Оның жері Алжирдан Иранға дейін, Египеттен Венаға дейін созылды. Сол заманда қақпа алдында түріктер сөз тіркесі Еуропа жұрты үшін үлкен апаттың келгенін білдірді. Еуропалықтар Сүлейменді ақыр заманда пайда болатын тажалға теңеді. Сүлеймен әскери жетістіктерімен қатар мәдениет пен әлеуметтік салаларға да үлкен жаңашылықтар әкелді. Тарихта кануни сұлтан, яғни заң шығарушы сұлтан ретінде қалды. Сүлеймен заңдар жинағына өзгеріс енгізді. Оның жаңашылықтары заңнамадағы өлім жазасына қатысты болды. Сүлейменнің бұл реформасы сонау 20 ғасырға дейін қолданыста болды. Түрік сұлтанының мақтанышы 4 тілді жетік білуі болды. Ыңғайлы сәттерде өз шеберлігін көрсетіп қалудан тайынбады. Білім мен ғылымға деген құштарлықтан Сүлеймен мектеп пен университеттер салды. Оның арқасында тамаша архитектуралық туындылар Селемие, Шехзаде және Сулеймания мешіттері салынды. Сұлтанның сыртқы келбетінің сипаттамасын лорд Кенростың Осман империясының гүлденуі мен құлдырауы еңбегінен табуға болады. Ол оны былай суреттейді. Бойы ұзын, дене бітімі мығым, жіңішке жүзді, бетінің өзіне тән жағымды көрінісі бар. Бүркіт мұрынды, ал мойны әдеттегіден сәл ұзын. Терісі бозаруға бейім келеді. Жұрт оны дана билеуші санайды, және халық одан үлкен үміт күтеді. Қолөнерге деген құштарлық Осман сұлтандарының көбіне ортақ қасиет. Мәселен, Мехмет үшінші жебе жасаудың шебері болса, Ахмет үшінші уақытының көбін каллиграфия деген өнерге арнады. Ал Абдулхамид екінші өз қолымен өрнектелген жиһаздар жасады. Сүлейменнің де хоббиі болды. Ол асыл тастармен және асыл металдармен жұмыс істеді. Одан тамаша зергерлік бұйымдар жасады. Америкалық тарихшы Гарольд Лэмп Сүлеймен шығыс сұлтаны атты еңбегінде падишахтың әскери жорықтарды асықпай бастағанын атап өтеді. Сүлейменнің сүйікті ісі оның бұл мінезін айқындайды. Зергерлік өнер табандылық пен үлкен сабырлықты қажет етеді. Мұқият әрі ұстамды адам ғана зергерлікті игере алады. Зергерліктен басқа темір құю ісінде де тәжірибесі болды. Замандастарының арасында талантты темір ұстасы ретінде танылды. Кез келген сәтте зеңбірек жасау ісіне араласып кете берді. Бүгінгі күнде шетелдік елшілердің Сұлтан Сүлеймен туралы жазбалары сақталған. Бір қызығы, бұл жазбалар бір-бірімен қарама-қайшы келеді. Мәселен, Венециялық елші Брагадин 1526 жылы сұлтанды былай суреттейді. Ол 32 жаста, терісі ақшыл, бүркіт мұрны және ұзын мойны бар. Дене бітіміне қарасаң, анау айтқандай мығым емес. Бірақ қолы сом темірдей қатты. Мен оны сүйген кезде байқадым. Елдің сөзінше, ол сияқты ешкім садақты бүге алмайды. Өте сезімтал әрі эмоционалды жан. Ажарлы көрікті әйелдерге әуес. Мінезі жомарт, мақтаншақ және ашуланшақ. Сонымен бірге кейде өте нәзік. Тағы бір дипломат Даниэль ди Лудовиси басқа сипаттама қалдырды. Сүлеймен табиғатына меланхолик, яғни мінезі құбылмалы өзгермелі. Естуімше оны әлдене мазалайды. Онда ұлы патшаға лайық күш пен жүйелілік жоқ. Империяны басқаруды бас уәзір Ибрахим пашаның қолына беріп қойған. Пашамен кеңеспей әсте шешім қабылданбайды. Сонымен қатар Ибрахим паша мемлекеттік істерде онымен ақылдаспайды. Айта кету керек, бас уәзір Ибрахим паша көп жағдайда қызметін асыра пайдаланады және маңызды істерде сұлтанмен кеңеспейтін. Осындай кір мінезділігінің кесірінен жан тапсырды. 1536 жылы Сүлейменнің бұйрығымен өлім жазасына кесілді. Сүлеймен қолөнермен қатар поэзияға да қызықты. Оның жазған өлеңдері бүгінге дейін сақталған. Оның шығармаларының бірі «Дос іздейтін адам» деп аталды. Сүлейменнің көптеген өлеңдері сүйіктісі, славян күңі Хюремге арналды. Ол кейіннен падишахтың заңды жұбайына айналды.
Сүлеймен өзі өлең жазып қана қоймай, өз заманының талантты ақын қаламгерлеріне қолдау көрсетті. Солардың бірі сұлтанға қатты жақын болған, ақындардың сұлтаны атанған Бақы атты өлеңші. Әлемнің ұлы державалары аяғына құлаған билеушінің ажалы соғыс даласында келді. Бұл оқиға Мажарстанда Сегетавр бекінісіне шабуыл кезінде болды. Падишахтың жасы 70-тен асты. Қарттық аурулар әбден шаршатты. 1566 жылы қыркүйектің басында Сегетавр бекінісіне шабуыл кезінде қайтыс болды. Падишахтың өлімі жауынгерлердің рухын түсірмеуі үшін болған оқиғаны құпияда ұстады. Билеушіні емдеген дәрігерлер өлтірілді. Сәлім II Осман империясының сұлтаны болып жарияланғаннан кейін ғана сарбаздарға естіртті. Сүлейменнің өлімі туралы ел арасында тараған аңыз бар. Ол бойынша сұлтан өлім сәті таяғанын сезіп, жерлеу кезінде оның қолын жаппауды өсиет етеді. Соңғы демі қалғанда былай дейді: бәрі көрсін, бұл жалғанда жинаған барлық дүние, мүлік, қазына осы пәниде қалады. Мен, ұлы сұлтан, әлемнің падишахы, бұл жалғаннан құр алақан кетіп барамын. Осман империясының 10-шы сұлтаны Сүлеймен I өз өмірін осылай аяқтады.